Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай қытырлақ баклажаннан хит болып жатқан салатты жасаймыз. Жасалу жолы оп-оңай, әрі жылдам, дәмді болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге екі баклажан керек, қабығынан аршып аламыз. Негізі міндетті емес, қабығын аршымай қойса да болады. Баклажанды осылай ірілеу етіп турап аламыз. Тураған баклажандарымызды ыдысқа салып, үстінен бір шай қасықтай тұз салып, үстінен салқын су құйып 10-15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минуттан кейін суын төгіп, баклажандарды кептіріп аламыз. Кепкен баклажандарымызды ыдысқа салып, үстінен картоп крахмалын немесе жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Майымызды алдын ала қыздырып қойып, баклажандарды салып қызарғанша қуырып аламыз. Баклажандарды негізінен табадан гөрі осындай терең ыдысқа қуырған жақсы. Қызанақтыда баклажанды турағандай ірілеу етіп тураймыз. Ыдысымызға помидорды, руккола жапырағын саламыз. Қуырып алған баклажандарымызды саламыз. Үстінен кішкене соус құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға салғаннан кейін үстінен творожный сыр салсаңыздар болады. Осымен қытырлақ баклажаннан жасаған салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, дәмді шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.